Сәлем, құрметті көрермендер, достарым. Бүгінгі видеода біз электрика бойынша тесттарды жалғастырамыз. Екінші бөлімі болады. Бұл бөлімнің ерекшелігі бұл сұрақтарда қате жауап бар. Қай жерден қате кетті жауаптан? Соны комментарийда жазып көрсетіңіздер. Ал кеттік, бірінші сұрақ. Қуаттылығы 3 киловатт болатын қыздырғышты қосылатын розеткаға қандай кабель тартқан дұрыс? Екінші сұрақ. Ом заңы. Формуласын дұрыс көрсетіңіздер. Келесі сұрақ. Үшінші. Активті жүктемеге не жатады? Төртінші сұрақ. Жерлендірудің негізгі қызметі. Бесінші сұрақ. Үйге кіргізуге болатын кернеу. Алтыншы сұрақ. Екі розетка 220 вольт электр жүйесіне тізбектей жалғанған. Бірінші розеткаға 220 вольтқа жұмыс істейтін қуаттылығы 800 ватт дрельді қостық. Дрель жұмыс істей ме? Яғни екі розетка тізбектей қосылған, және бірінші розеткаға біз дрель қостық. Дрель жұмыс істей ме? Қайсы жауап дұрыс? Ойланыңыздар, жауап беріңіздер. Жауабын қазір шығады. Жетінші сұрақ. Кернеу 220 вольт. Қуат 800 ватт. Кедергіні табыңыздар. Формула бойынша кедергіні табыңыздар. Сегізінші сұрақ. Ажыратқышты евростандарт бойынша еденнен қандай биіктікте орнату қажет? Дұрыс жауап қандай болады екен? Белгілеңіздер. Ал тест аяқталды. Кім қанша сұраққа жауап берді? Егер сен өзіңді мықты электрик энергетикпін деп санасаң, барлық сұрақтарға оңай жауап берер едің. Және қатені де табар едің. Қандай сұрақтан қате кетті? Комментарийда жазып көрсетіңіздер.
Кім бұл видео ұнады, кімге лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Әлі көп қызық видеолар болады, салуға тырысамын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.